Ассаламағалейкум. Бүгін біз сіздерге Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің төрайымының орынбасарымен шағын сұхбат ұсынғалы отырмыз. Исламбек Орынбайұлы, жалпы осы күнге дейін қабылданған түрлі бағдарламалардан осы жолы қабылданайын деп отырған, осы жолы жүзеге асайын деп отырған бағдарламаның ерекшелігі қандай? Осы бағдарламаның ерекшеліктері біріншіден ол Нұрлы жер бағдарламасы бойынша бұрыннан 3 жыл бойы келе жатқан, біз банк істеп жатқан шарттар бойынша 5-20 болса, қазіргі ұсынылатын жобаның негізгі шарты ол алғашқы жарнаның 10%-нан төмендетілді. Сондай ерекшелігі ғана бар ма? Басқа қандай ерекшеліктер бар? Нұрлы жер бағдарламасы бойынша тек қана мемлекеттен салып жатқан үйлердің пәтерлері ұсынылса, осы жобада жеке меншік құрылыс компанияларының пәтерлері да сатып алуға болады. Енді бағдарламаның негізгі талаптарын айтып өтсеңіз, белгілі талаптар бар ғой, банк ұсынып отырған. Қандай олар? Қазір осы шарттар талқыланып жатыр. Олар дегеніміз пайыздық мөлшерлемесі 5%, алғашқы жарна 10%-дан басталады, несиенің мерзімі 20 жылға дейін. Және де несие алушылар тек қана акиматта тұрғын үйге мұқтаж азаматтар ғана осы бағдарламада несие алады. Енді тұрғын үйге мұқтаж адамдардан тыс екінші баспана ретінде алуға неге мүмкіндік берілмеді? Осы жолда қарастырылмапты, соны түсіндіріп өтсеңіз. Бағдарлама мемлекеттік болғандықтан ең бірінші мұқтаж адамдардың мұқтаждықты жабу үшін, сондықтан осы 540 мыңдай адам тізімде тұр акиматтарда, сондықтан ең бірінші солардың мұқтаждықтарын жабу үшін арналған. Ал екінші, үшінші пәтерді сатып алам десең, біздің өзіміздің де нарықтық өнімдеріміз бар, бағдарламамыз Жилстройсбербанктың. Сондықтан олардың да пайыздық мөлшерлемесі де өте тиімді, сондықтан солардың пайдалануға болады. Енді осы бағдарлама бойынша сіздердің белгіленген бір тәртіптеріңіз, жүйелеріңіз бар, сол бойынша түсіндіріп өтіңізші, тұтынушы алған қарызын қандай тәртіппен төлейді? Қанша жылда бөліп, қандай пайыздармен төлеу керек? Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Негізгі өніміз ол тұрғын үй займы. Тұрғын үй займды алу үшін міндетті түрде 50%-ды кем дегенде 3 жылда жинау керек. Сондан кейін қалған 50%-ды біз минималды ставкамен кредит береміз. Ал мемлекеттік бағдарламасы болғандықтан, мұнда алғашқы жарна 50% болмағандықтан, 10% болғандықтан, 8 жылда 10%-дан 50%-ға дейін депозитте жинайды. Сондықтан бірінші 8 жылда кредит төлемі бойынша 77 мың төлейді. Оның ішінде бір бөлігі несиенің ставкасын қамтамасыз етеді, ал бір бөлігі депозитке салынып отырады. Ал 8 жылдан кейін 50% жиналғаннан кейін депозит кредитті жауатты, қалған 50% тұрғын үй займ ретінде берілетті, қалған 11 жылда кәдімгі банктер сияқты ипотека ретінде төленеді. Яғни төлемдер екі есе 39 мыңға түседі. Енді 5-10-20 бағдарламасы бойынша сіздер әкімдік ұсынған баспаналардан тыс, жеке сектордың, жеке құрылыс компанияларының ұсынған баспаналарында сатып алуға ниет танытып отырсыздар. Қазіргі уақытта, мысалы, Алматы, Нұр-Сұлтан, Атырау, Шымкент сияқты ірі қалаларда бұл қаншалықты мүмкін?
қаншалықты мысалы тұтынушы ондай үйлерді тауып әкеле алады? Өйткені баға бәрібір жоғары ғой. Сол жағын қамтамасыз етіле ме? Иә, осы бағдарламаның жобасында осы ірі қалаларда мысалы Алматы, Астана қаласында 18 несиенің максималдық сомасы 18 миллионнан аспауы тиіс. Ол қазір талқыланып жатыр. Ал Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Қарағанды, Шымкент, Түркістан қалаларында 15 миллионнан аспауы тиіс. Басқа региондарда олардың үйдің бағасы төмен болғандықтан 12 миллионнан аспауы тиіс. Осы шарттар қазір талқыланып жатыр. Жеке сектордан алынған, жеке сектордың ұсынып отырған баспаналарын өткізу үшін көбіне қазір енді дағдарысқа байланысты көп жерде жағдай қиындап кетті ғой, кәсіпкерлер. Сондықтан баспананы өткізу үшін қолға алынып отырған бағдарлама дегенге көзқарасыңыз қандай? Шынымен солай ма? Шынымен де осы бағдарлама жаңағы табыстары төмен және орта деңгейлі адамдарға арналған, солардың баспанаға қол жеткізуіне жаңағы үлкен үміт береді. Және де осы дағдарысқа ұшырап отырған жеке кәсіпкерлер және құрылыс компанияларында оларға да бұрынғы қарқынға жету үшін соларға үлкен көмек деп есептеймін. Осы бағдарлама бойынша сұраныстарға жауап беретін бізде Алматыда, мысалы өзге өңірлерде үйлер баршылық, сөйтіп айтуға бола ма? Әлде жаңа үйлер салу керек па? Әлде? Өйткені баға сегменті әртүрлі ғой бізде, мысалы Алматыда, сіздердің осы бағдарлама бойынша қойып отырған талаптарға көп үйлер келе бермейді, өйткені қымбат. Жоқ, осы бағдарлама бойынша жеке құрылыс компанияларын бір шаршы метрге қарамаймыз, бағаның шаршы метріне. Біз максималдық сомаға берілеміз. Алматы, Астана айтып отқандай 18 миллионнан аспау керек. Егер де үйдің бағасы одан көп болса, ол жеке өзінен қосып беріледі үстінен. Біз бірақ та 18 миллионға несие берілеміз осы бағдарлама бойынша. Несиеден жоғары сомада үй тауып алып келсе, қымбат үй тауып алып келсе, ол өз жағынан өз айырмашылығын өзі төлейді. Өзі төлеуі мүмкін. Енді мысалы әкімдік ұсынып отырған баспаналар, мемлекеттік бағдарламамен салынған баспаналар, арзан дейміз ғой. Көбіне қаланың сыртындағы аймақтарға салынған, азамат қаланың ішінен алам десе, ол тек сонда жеке сектордан баспана алып келу керек қой, Иә, сол жеке сектордан. Егер де мемлекеттік үйлер қаланың ішінде болмаса, оның өз жеке отбасыға талаптарына сай болмаса, ол жеке құрылыс компанияларының үйлерін сатып алуға болады. Осы бағдарлама бойынша шектеу сомасы 18 миллион деп отырсыздар, қазір енді үкімет әлі бекіткен жоқ, бірақ шамамен сіздер 18 миллион болуы мүмкін деп отырсыздар ғой. Осы 18 миллионға қаланың мысалы сыртынан емес, адамға тұруға қолайлы жерден баспана алуға бола ма? Қандай құрылыс компаниялары осындай баспананы ұсына алады? Мен ойлаймын, 18 миллионға қаланың ортасынан әрине алуға болады. Бір бөлме, екі бөлме пәтерлерді. Өйткені кезекте тұрған азаматтардың ең бірінші пәтері болғандықтан, мен ойлаймын, олар соған да қанағат болады да. Егер де 18 миллион жоғары болса, 30-40 миллион болса, олардың табыстары жеткіліксіз болады деп ойлаймын да, сондықтан бәрібір банктен несие ала алмайды ондай. Сондықтан мен ойлаймын, алушылардың саны көбірек болғандықтан, әрбір жылға қаражат бір сомамен беріледі ғой, бір белгіленген сома. Сондықтан алушылардың саны көбірек болғандықтан, максималдық соманы бекітілуі тиіс. Енді осы 5, 10, 20 тұрғын үйге несие беру бағдарламасы бойынша қанша қазақстандық үймен қамтылуы мүмкін? Орташа есебін шығардыңыздар ма? Тұрғын үй құрылыс банкке биыл 210 миллиард ақша беріледі осы несиелендіруге.
біздің санауымыз бойынша, есептеуіміз бойынша 14 мыңдай кредит берілеміз. Жаңағы несиенің орташа есебі 15 миллион болса, осы 14 мыңдай болады. 540 мың адамның баспана кезегінде тұрған. 14 мыңдайын қамтуға болады бір жыл ішінде, е? Биыл қамтамасыз етеміз. Исламбек Орынбайұлы, жалпы осы бүгінгі бізге берген сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Сізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет.